Сәлем достар, келесі қызықты жаңа әңгіме. Мені жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көптен бері жұмыссыз жүрген құрбымның үйіне барып қалдым. Диванда шалқақтап жатыр екен. Қабырғаларға зәулім үйлер мен доллардың суреттерін іліп тастаған. Соған қарап жатыр. Мені көрді де түзуленіп отырған болды. Әз-мәз амандық сұрасқан соң армандап жатырмын деді. Жұмыс жоқ, ақша жоқ. Қысқаша айтқанда өмір сүруден қалдық. Кеше интернеттен оқып қалдым. Үйіңе мынадай суреттерді іліп тастасаң, көп ұзамай-ақ сол суреттегі зәулім үйге ақшаға қол жеткізеді екенсің. Қалай сонда? Сонда бұл кереметтер саған өзінен өзі келе бере ме? Иә, деді ол да. Құр қол қусырып суретке қарап жатқаннан бұл дүниелер тептен келе қоймас. Жан салып еңбектенуің керек қой деймін. Туй, осы сенің негативіңнен шаршадым. Құрбыңның көңілі үшін мақұлдай салсаң қайтеді? Сенбесең сен де жасап көр. Үйіңе бар да үйдің, яғни өзің арман еткен нәрсенің суретін іліп таста. Соған қарап арманда. Құрбымның көңілі үшін көндім. Армандай біл, деді де қойды. Армансыз адам ормансыз бұлбұл. Көптен бері келіп кетемін деп жүрген досым бар еді. Сол сөзінен тайқып келмей жүр. Үйге келдім де әлгі құрбымның суреттерін іліп тастадым. Бір келіп кет деп тілек айтуды да ұмытпадым. Өзі де оқып отырған шығар. Енді келмесең көрерміз. Іліп қойған суреттерді алып тастаймын. Сосын керек болса Фейсбуктегі суретіңе де лайк баспай қоямын.